Сәлем достар, крамблды кез келген жеміс-жидектерден дайындауға болады. Және тек қана алмаданда пісіруге болады. 500 грамм жеміс-жидектерге 4 ас қасық қант саламыз. Және 2 ас қасық крахмал. Араластырып, противенге май жағып, үстінен саламыз. Крошкаға 120 грамм ұн, 100 грамм қант, шым-шым тұз, 100 грамм салқын сары май салып, крошка жасаймыз. Және жеміс-жидектердің үстінен саламыз. Духовкада 180 градуста 30-40 минут пісіреміз. Астарыңыз дәмді болсын.